Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін асқабақтан крем сорпа дайындайтын боламыз, яғни тыквенный крем суп жасайтын боламыз. Егеріңізде етсіз тағам желінбейтін болса, осы крем сорпаны дайындап көрсеңіздер болады. Жанына қытырлақ нанмен керемет үйлеседі. Ең алдымен барлық керекті заттарымызды дайындап аламыз. Жуылған көкөністерімізді аламыз. Асқабақты осылай ортасынан бөліп, ішін тазалап шығатын боламыз. Инстаграмда, тикток желісінде хит болып жатқан крем сорпалардың бірі болып табылады. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мұның бір ерекшелігі пеште пісіп дайындалады, духовкада. Мінекей осылай тазалап шығатын боламыз. Арнайы сіздер тауық етін асып, сорпаны тауық етінен асып жасасаңыздар болады, яғни тауық сорпасын алдын ала дайындап қойыңыздар. Егер тауық сорпасын дайындамайтын болсаңыздар, орнына ыстық қайнаған сумен алмастырсаңыздар болады. Қабақты жақсылап тазалап болғаннан соң келесі кезекте пиязымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Арнайы сәбізімізді осылай 4 бөлікке бөліп шығамыз. Егер сәбізді қатты ұнатсаңыздар, қасына қосымша қосып жасасаңыздар болады. Енді асқабақты осылай кесіп шығатын боламыз, ортасынан тұз бұрышты жақсы сіңіруі үшін. Егер ащыны қатты ұнатпасаңыздар, сіздер ащы бұрыштан көп қосуға кеңес бермеймін. Орнына басқа перецпен алмастырсаңыздар болады. Кезекте листімізді аламыз, пергамент қағазын төсеп, оның үстіне керекті көкөністерімізді орналастырамыз. Асқабақ, пияз, ащы бұрыш, болгарский перец, және де сәбіз, қызанақ, және де чеснок. Оның үстіне осылай зәйтүн майынан құйып шығатын боламыз, және де тұз, бұрыш, кориандрды бетіне сеуіп шығамыз. Қызанақты бөліп қоссаңыздар да болады. Және де пергамент қағазын бетіне қойып, ыстық қызып тұрған пешімізге салып 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Егер сіздерде асқабақтан бұрын басқа көкөністер пісіп қойса, дайын піскен көкөністерді алдын ала алып қойсаңыздар болады. Себебі ұзақ тұрып күйіп кетуі мүмкін. Қараңыздар, піспей жатқандағы түрінің өзі өте керемет, тәбет ашарлықтай. Біздің көкөністеріміз пісуге дайын қалды. Піскен көкөністерімізді алып, енді бір ыдысымызға орналастыратын боламыз. Блендермен езгенге ыңғайлы ыдысымызға. Мен бұл жерде қазанға орналастырдым. Қараңыздар, өте жұп-жұмсақ асқабағымыз, яғни керекті піскен көкөністеріміздің барлығын осылай қазанға орналастырып шығамыз. Міндетті түрде ащы бұрыш, оның ішінде болгарский бұрышымыз бар, сонымен қатар қызанақ, барлығын сыртын аршып алыңыздар. Сыртындағы жұқа пленкасын аршып аламыз. Келесі кезекте асқабағымызды салып шығатын боламыз. Және де бұл жердегі піскен сарымсақ, пеште піскен сарымсақтың дәмі де, иісі де өте ерекше болады. Келесі кезекте піскен сарымсағымызды саламыз. Мен бұл жерде алдын ала тауық сорпасын дайындап қайнатып қойған болатынмын. Арнайы дайындалған тауық сорпасынан 1 литр қостым. Қараңыздар, барлығын духовкаға сала салдық. 40 минутта пісіп шықты. Барлығын қазанға орналастырып, үстіне тауық сорпасын құйып, блендердің көмегімен енді езіп қою сорпа жасайтын боламыз. Мінекей біздің асқабақтан крем сорпамыз дайын болды. Осылай өте әдемі, тәбет ашарлық сорпа болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз, дәмі деген керемет. Мен жанына чесночный хлеб дайындадым, яғни сарымсақ қосылған нанды духовкада пісіріп алдым. Егер сіздерге рецепт керек болса, менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Өте оңай дайындалады. Қараңыздар, біздің крем суп дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын. Бетіне осылай қою сливки құйсаңыздар болады. Менде сұйық түрі болды. Енді осыны қытырлақ пеште піскен сарымсақ қосылған нанымызбен арқарай тұтына береміз. Баршаларыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.